кей тұлғалар бар, жаңағы біліктілігі жағынан, аналитикалық құзыреттері жағынан өте мықты, бірақ жоғары лауазымға барғысы келмейді. Осы лауазымда отырып, әрі қарай дамығысы келмейді. Шынында да қажетті дүние екен. Енді біз осы горизонталды даму арқылы, көлденең даму арқылы оларға мүмкіндік беріп отырмыз. Сен жақсы аналитиксің, онда сен осы лауазымда отыра бер, бірақ сен өзіңнің жаңағыдай біліктілігіңді арттыру арқылы осы еңбегіңе сай жалақыңды көбірек аласың. Лайықты жалақы алып отырасың. Ассалаумағалейкум әлеумет, қазағына сұхбат алаңына қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиямызда мемлекеттік қызмет туралы, анығырақ айтқанда мемлекеттік қызметке кіру жайы сөз болады. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің мемлекеттік қызметке дайындау және кіру департаментінің директоры Бекінов Нұрсұлтан Берікұлы мырза келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Енді бізде қоғамда ертеден қалыптасқан сөз оралымы бар, мемлекеттік қызмет, мерейлі міндет деген. Расында да елге, халыққа қызмет ету үлкен жауапкершілікті іс, абыройлы қызмет. Енді біздің ұғымымызда солай. Сондықтан менің алғашқы сұрағым бүгінгі күні осы еліміздің мемлекеттік қызмет саласына кіру қалай жүреді процесс. Мысалы, қарапайым азамат неден бастау керек? Қандай негізгі кезеңдерден өту керек? Әңгімені осыдан бастасақ. Жалпы бұл сұраққа жауаптан бұрын тағы бір айта кететін жайт. Жалпы халықаралық тәжірибеде мемлекеттік қызметтің екі кеңінен тараған моделі бар. Біріншісі ол мансаптық модель дейміз. Яғни мемлекеттік қызметтің төменгі лауазымына келіп, бірте-бірте сатылай өсу. Және сонымен қоса басқа екінші моделі ол позициялық модель дейміз. Яғни мұнда негізгісі ол үміткердің, кандидаттың қабілеттері, білімі мен қабілеттері. Яғни егер ол осы мемлекеттік қызметтегі лауазымға сәйкес келсе, қабілеті бойынша, білімі, біліктілігі бойынша сәйкес келсе, оны сырттан, яғни мемлекеттік қызметтен емес, жеке сектордан немесе квазимемлекеттік сектордан әкеліп тағайындауға болады, мемлекеттік қызметке кіргізуге болады. Енді біз өзімізде Қазақстанда осы екі модельдің элементтерін жинай отырып, өзіміздің бір былай айтқанда гибридті моделін қалыптастырып отырмыз. Бұған дейін бізде енді 2016 жылдан бері бүгінгі күнге дейін жаңағындай елімізде мансаптық модель қалыптасқан. Яғни сатылай өсу бірте-бірте, бірақ 2023 жылдан бастап біз осы позициялық модельдің кейбір элементтерін осы біздің заңнамамызға қоса бастадық. Енді бұған не үшін тоқталып жатыр десеңіз, енді сіздің сұрағыңызға жауап ретінде мемлекеттік қызметке кірудің бізде қазір былай айтқанда екі мүмкіндігі бар. Біреу ол цифрлық іріктеу, яғни конкурстық түрде конкурсқа қатыса отырып жаңағыдай мемлекеттік қызметке келу, немесе егер де жаңағыдай былай айтқанда басшылық лауазымдар немесе басқа да бар лауазымдарға сырттан сай адамдар болса, оларды сырттан алып тікелей тағайындау. Енді былай айтқанда кандидатқа егер де жаңағындай цифрлық іріктеу немесе конкурс арқылы түсем дейтін кандидатқа қандай дайындықтан өту керек десек болсақ, онда біріншіден кандидат біздің қазіргі басты талабымыз ол еліміздің заңнамасы бойынша тестілеуден өту. Бұнда тек 4 заң бар. Ол еліміздің конституциясы, ата заңы, мемлекеттік қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң және жаңағы мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Осы 4 заң бойынша олар тест тапсырады. Жалпы 55 сұрақ беріледі, сол 55 сұраққа жауап беріп, шекті мәні 30-дан жоғары болу керек. Жекелей әрбір заң бойынша айтатын болсақ, әрбір заң бойынша кемінде 5 дұрыс жауап болу керек. Бұл бастапқы. Енді келесі кезең ол жеке қасиеттерін бағалау дейтін кезең бар. Бұнда әрбір үміткердің құзыреттері бағаланады. Біз оны 3 бағдарламаға бөліп отырмыз. Біріншісі ол егер үміткер басшылық лауазымға барам десе, онда сәйкесінше ол бірінші бағдарламадан өтеді. Онда оның 10 құзыреті бағаланады. Егер де жаңағындай орындаушылық лауазымдарға барам десе, онда ол екінші бағдарлама арқылы өтеді. Онда 7 құзырет бағаланады. Және де үшінші бағдарлама ол әрбір мемлекеттік органдарда өзінің жаңа штаттық құрылымына сәйкес төменгі лауазымдар болады. Ең төменгі лауазымдары жаңағындай жұмыс өтілін қажет етпейтін. Олар үшін біз
эмоционалды, құндылықтық және IQ дейміз ғой, сол осы үш нәрсені бағалай отырып, арнайы оларға өзіндік бір жаңағыдай үшінші бағдарлама әзірлеген болатынбыз. Осы бағдарлама, яғни жеке қасиеттерден бағалаудан өткен үміткер қолына арнайы өзінің сертификатын алады. Сол сертификат жаңағы заң білу бойынша және осы жеке қасиеттерін білу, бағалау бойынша екі сертификат беріледі. Екі сертификаттың екеуі де 1 жыл бойы жарамды болады. Яғни бүгін өттіңіз ба, 1 жыл бойы сіз мемлекеттік қызметке жаңағыда қандай да бір лауазымдарға конкурстар жарияланса, сол конкурстарға қатыса аласыз. Бұл конкурсқа дейінгі рәсімдер. Енді өзінің конкурстық рәсімдері бар. Енді мен басында да айтып кеттім, қазір таңда, Бұл жаңағы жұмысқа кіру процесінде де қиындатылған екен. Мысалы талаптар, қанша кезеңдер бар, жаңағы 7 бойынша іріктеу деген нәрсе, мысалы. Бұның барлығы, мен білуімше, бұл байқау конкурстың өзі жаңағы онлайн түрде жүреді ғой, кім араласып жүрген. Енді сол үміткерлерді іріктеуде қазір цифрлық жүйеге көшіп жатыр екен. Осы туралы айтып берсеңіз. Зейін аға, жаңағы дұрыс айтып кеттіңіз. Бізде қазір толықтай цифрлық форматқа көшті. Конкурстық рәсімдеріміз, енді конкурстың ұзақтығы бойынша немесе жаңағыдай рәсімдердің саны бойынша айтатын болсақ, шын мәнінде біз оларды былай айтқанда бұрынғы тәсілмен салыстырғанда қазір оңтайландырып отырмыз. Бұған дейін мысалы цифрлық формат болмаған кезде, яғни адам жаңағы үміткер әрбір мемлекеттік органдардың табалдырықтарын аттап, құжаттарын жинап, жаңағыдай папка құжаттарын жинап мемлекеттік органдарға барып тапсырады. Мемлекеттік органдар оны жаңағыдай қолмен тексеріп, қаншалықты дұрыс бұрысын, яғни онда адами фактордың үлесі өте жоғары болды. Енді біз бұл адами факторды, былай айтқанда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жойып отырмыз осы цифрлық іріктеу арқылы. Енді цифрлық іріктеуде ешқандай құжаттарды жинап, онымен қоса тіпті жаңағыдай мемлекеттік органдарға барудың қажеттілігі жоқ. Яғни сіз үйіңізде отырасыз, ең бастысы сізде өзіңізде компьютеріңіз және жақсы интернетіңіз бар болса, жаңағы бізде e-қызметтің сыртқы порталы бар, e-қызмет жүйесінің сыртқы порталы бар, соған кіресіз де өзіңіздің жеке кабинетіңізді құрасыз, тіркелесіз, жаңағыдай жеке ісіңізді құрасыз. Бұрын жаңағыдай жұмыс істегеніңіз болсаңыз, айтқанда қызметтік тізіліміңізді толтырып шығасыз, біліміңізді толтырасыз, яғни өзіңіздің қандай да бір дипломдарыңыз болса, сертификаттарыңыз болса, соны бүкіл сол біздің порталға жүктеп қоясыз. Енді оны жүктегеннен кейін сізде өзіңізде жаңағыдай e-қызметте сыртқы порталында өзіндік былай айтқанда жеке ісіңіз пайда болады. Личное дело дейміз ғой, соны пайда болады. Енді басты талап үміткерлерге, егер де олар қандай да бір лауазымға барғысы келсе, ең біріншісі олар сол лауазымның біліктілік талабына сай болу керек. Бұл дегеніміз білімі жағынан. Мысалы біз экономистті алып, жаңағыдай энергетика саласына, немесе де оны жаңағыдай тұрғын үй шаруашылық саласына отырғыза алмаймыз ғой. Өйткені оның білімі бұл жаңағы лауазым біліктілігіне сәйкес келмейді. Сондықтан сіз лауазымдар таңдаған кезде сәйкесінше өзіңіз былай айтқанда функционалдық бағытыңыз бойынша таңдайсыз да, сол таңдаған лауазымға өзіңіздің өтінішіңізді жібересіз. Өтініш жібергеннен кейін конкурстық рәсім басталады. Қазіргі таңда бізде конкурстық рәсім былай айтқанда енді басқарушылар үшін екі кезеңнен тұрады, ал орындаушылық және төменгі лауазымдар үшін тек бір кезең. Яғни конкурс басталды ма, басқарушыларға олар эссе жазады, өзінің жаңағы бара жатқан лауазымның функционалдық бағытына сәйкес. Мысалы, егер де жаңағыдай былай айтқанда энергетика саласындағы бір басшылық лауазымға барса, сол сала бойынша өзінің ойын түйіндеп эссе жазады. Сол эссе бағаланады, бағаланғаннан кейін олар әңгімелесу кезеңіне өтеді. Әңгімелесу кезеңінде кәдімгідей онлайн форматта, бұнда да жаңағыдай мемлекеттік органға барудың қажеттілігі жоқ, онлайн форматта қосылады да, бүкіл онлайн форматта өтеді. Ал жаңағы орындаушылық және төменгі лауазым деп отырмыз ғой, оларға тек практикалық бағалау дейтін кезең енгізген болатынбыз. Бұл дегеніміз әрбір жаңағы үміткердің өзінің жаңағы жеке кабинеті болады, сол жеке кабинетке бара жатқан лауазымның функционалдық бағытына сәйкес практикалық тапсырмалар беріледі. Мысалы, осындай өтініш түсті, осы өтінішке қалай жауап берер едіңіз, немесе осындай сала бойынша қандай бір ойыңыз бар, ол саланы қалай дамытуға болады дегенде, немесе қазіргі таңда осындай жаңағыдай энергетика мәселесіне қатысты өзекті сұрақтар туындауда, осыған орай жаңағы қандай да бір уәкілетті органдармен хабарласып, оны шешу жолдарын ұсыныңыз деген сияқты тапсырмалар беріледі. Олар онлайн форматта жаңағыдай жеке кабинеттері арқылы толтырып жауап береді. Тағы да бір айта кететін жайт, маңызды шығар, бұл айтқанда, ол әрбір үміткер конкурстық рәсімге кірген сәттен бастап,
оған жаңағыдай сыртқы порталда ID номер беріледі, жасырады. Бұл ID номер ол сіздің жеке деректеріңізді жасырады. Яғни аты жөніңізді, басқа да деректеріңізді. Сізге өзіндік бір ID номері беріледі, оны тек сіз білесіз. Болды. Конкурсқа қатысқан кезде кадр қызметтер, мысалы сіз бара жатқан мемлекеттік органның кадр қызметі конкурсқа қатысып жатқан үміткерлердің ешқандай да бір деректерін көре алмайды. Яғни біреуге көмектесіп, ешкімге бұра тарту деген болмайды. Бағалау кезінде үлкен баға қою дейтін ондай мүмкіншілік жоқ қазіргі таңда. Бүкілі объективті түрде адал бағаланады. Бұл былай айтқанда ең маңызды ерекшелігінің бірі қазіргі таңда осы біздің цифрлық іріктеуде. Бұл мемлекеттік қызметтің барлық сатысына байланысты ғой, иә? Бүкіл сатысы осылай жүреді. Бүкіл сатысы болғанда осы бізде мемлекеттік қызметте Б корпусы дейтін бар. Орындаушылық, әкімшілік, мемлекеттік қызметшілер қатысады. Енді мен өз басым мемлекеттік қызметте істемеген адам, маған мысалы қызық, сонда да қазіргі бүгінгі күні мемлекеттік қызметке енді үкімет бар, парламент бар, президент әкімшілігі бар, одан кейін негізгі үлкен үлес қомақты мемлекеттік қызметтің саласы бұл жергілікті атқарушы орган ғой, мысалы әкімдіктер, облыс әкімі, қала, аудан, ауыл әкімдіктері. Сол салаларға қазір бүгінгі күні сонда қызметкерлердің барлығы тура осы жолмен онлайн ешқайда жүгіріп жүрмей-ақ, сабылмай-ақ кіріп жатыр ма сонда қазір? Мысалы сіз қазір осы Астана қаласында отырып, былай айтқанда Павлодар немесе Түркістан облысында болып жатқан конкурстарға қатыса аласыз. Ең басты жаңағындай тесттерден өтіп, қолыңызда сертификат бар болса, конкурстық рәсімдерге қатыса аласыз. Мына бүгінгі күні мысалы мемлекеттік қызметке кіріп, содан бір нәтиже шығарып, көздегеніне жетуге мүмкіндік, мысалы жастарда. Енді олардың жаңағы уақыттар алдында мысалы пәленбай жыл жатыр ғой мысалы. Сондықтан жастардың мына осы мемлекеттік қызметке жаңағы кіру мәселесіне тоқталсақ, мысалы қандай мүмкіндіктер бар, қандай жеңілдіктер бар ма, оларды қолдау демеуге байланысты енді. Жас келсе іске деп жатамыз ғой мысалы. Иә. Енді жастар туралы айтатын болсақ, қазір енді бүкіл мемлекеттік аппараттағы мемлекеттік қызметшілердің штат санының 3-тен 1 бөлігі осы жастарға тиесілі. Яғни 35 жасқа дейінгі біздің жас мамандарымыз қазіргі таңда қызмет атқарып жүр. Бұл дегеніміз жақсы көрсеткіш, өйткені былай айтқанда басқа халықаралық, басқа елдердің тәжірибесімен қарасақ, олардағы басты проблема қазір ол мемлекеттік аппараттағы былай айтқанда адамдардың қартаюы. Жастар олар бұрынғыдай жаңағыдай мемлекеттік қызметке шетелдерде көптеп келмейді. Ал біздің Қазақстанды қарайтын болсақ, қазіргі таңда 3-тен 1 бөлігі бұл жақсы көрсеткіш, бірақ бұнымен тоқталмай біз қосымша былай айтқанда тетіктерді, механизмдерді енгізіп отырмыз. Соның бірі осы мемлекет басшысы 2019 жылы өзі бастама еткен президенттік жастар кадр резерві дейтін бізде механизм бар. Бұл 2019 жылы басталды. Бұның негізгі мақсаты ол мемлекеттік қызметке жастар тарту және оларға айтқанда әлеуметтік лифт ретінде мүмкіндік беру. Сол сәттен 2019 жылдан бастап біз 4 рет осы президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүргіздік. Қазіргі таңда 450 адам іріктеліп алынды. Олардың 76% дәл қазір осы мемлекеттік басқару ісіне белсенді қатысып жүр. Түрлі салаларда. Ол мемлекеттік қызмет болсын, квазимемлекеттік сала болсын. Енді нәтиже туралы айтатын болсақ, нәтижесі тиімділік қанша дейтін болсақ, мысалға айтатын болсақ, осы 450 адамның ішінде 76 адам мемлекеттік басқару ісіне қатысып жүр. Олардың арасында 39-ы мысалы саяси мемлекеттік қызметшілер. Оның арасында әкім бар, облыс әкімі бар, вице-министрлер бар, мемлекеттік органдар басшыларының бірінші орынбасарлары бар. Сонымен қатар А корпусы дейтін бар, бізде басқарушылық айтқанда. Оның бәрі осы жолмен келіп отыр ма? Оның бүкілі осы президенттік жастар кадр резерві. Жастар кадр резерві арқылы осы резервке енді, және резервтің арқасында бірте-бірте сатылай қазіргі таңда осындай лауазымдарда отыр. Онымен қоса бұл енді республикалық деңгейде жасалған дүние ғой. Енді сондай сияқты өңірлік деңгейде өңірлік кадр резервтері қалыптасты. Бұның себебі де өзіндік бір себебі бар, өйткені басында да бір айтып кеткен болатын, өңірлерде кадр тапшылығы байқалуда. Өйткені көбіне жастар жаңағындай осы республикалық маңызы бар қалалар, Астана делік, Алматы делік, бүкіл осы жаққа келгісі келеді ғой.
сол үшін өңірлерде жастарды ұстап қалу мақсатында осы өңірлік кадрлық резервтерді қалыптастыру. Осында сұрағым келіп отыр еді, мысалы ұстап қалу мақсатында не жасалып жатыр мысалы? Ұстап қалу мақсатында енді жалпы бізде өзіміздің заңымызда қарастырылған бірнеше механизмдер бар. Соның бастысы ол тәлімгерлік механизмі, яғни жас маман мемлекеттік қызметке енді келген сәттен бастап оған тәлімгері бекітіледі. Бұл жаңағыдай бұрын жұмыс өтілі жоғары, білімі жоғары бір аға буыннан бір буын сабақтастығы жасалады. Буын сабақтастығы жасалады. Сәйкесінше ол өзінің білімін жаңағыдай жастарға береді. Осылай жастар жаңағыдай мемлекеттік қызметтің құндылығы, жалпы мемлекеттік қызметтің мақсаты туралы осы тәлімгерлік институты арқылы көбірек біледі, көбірек таниды. Онымен қоса бізде жаңағыдай мемлекеттік қызметте жалпы мемлекеттік қызметшілерді оқыту бойынша көптеген механизмдер бар. Мысалы айтатын болсақ, егер жас мемлекеттік қызметші енді мемлекеттік қызметке келген болса, оны біз қайта даярлау курстарынан өткіземіз. Яғни мемлекеттік қызметте мақсаты қандай, жұмыс істеу тәртібі қандай, не жасау керек, қандай бастапқы қандай құзыреттерін дамыту керек бойынша сол жаңағыдай қайта даярлау курстарынан өтеді. Одан кейін жаңағыдай бізде заңда 3 жылда, кемінде 3 жылда бір рет мемлекеттік қызметші біліктілігін арттыру курстарынан өтеді. Ол да түрлі міндеттелген болса? Иә, ол міндеттелген. Ол түрлі жаңағыдай тақырыптар бойынша болуы мүмкін. Мысалы, қазіргі таңда өзекті тақырыптардың бірі ол жасанды интеллект, цифрландыру. Осы бағытта қазіргі таңда осы академияда жақсы курстар қалыптасқан. Енді бұл жаңағыдай біз жастарды тартудың... Жастардың жайы осылай. Енді мысалы, білікті мамандарды ұстап қалу деген мәселе бар. Мысалы, көп мықты маман иелері, мысалы, мемлекеттік қызмет тастап, жекеменшік секторға кетіп қалып жатады. Оларды қалай ұстап қалуға болады? Себебі олардың шынында да мемлекеттік салаға, қызмет саласына берері мол мамандар мысалы. Енді ондайларға бізде қазір заң жобамыз бар. Ол осы мәжілістің қабырғасында мақұлданып, қазір сенатқа жолданған болатын. Онда осы мемлекеттік қызметтегі кәсібилігі жоғары мамандар ұстап қалу мақсатында бірнеше механизм қарастырылған. Бастысын айта кетейін, ол біз осы заң жобасымен горизонталды даму деген ұғымды енгізіп отырмыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңда қолданыстағы заңнама бойынша егер сіздің жалақыңыз өссін десеңіз, сіз міндетті түрде жоғарғы лауазымға көшуіңіз керек. Соған ұмтылады адам. Соған ұмтылады. Бірақ бізде енді қазіргі таңда мемлекеттік қызметте кей тұлғалар бар, біліктілігі жағынан, аналитикалық құзыреттері жағынан өте мықты. Бірақ жоғары лауазымға барғысы келмейді. Осы лауазымда отырып, әрі қарай дамығысы келмейді. Шынында да қажетті дүние екен. Енді біз осы горизонталды даму арқылы, көлденең даму арқылы оларға мүмкіндік беріп отырмыз. Сен жақсы аналитиксің, онда сен осы лауазымда отыра бер, бірақ сен өзіңнің жаңағыдай біліктілігіңді арттыру арқылы осы еңбегіңе сай жалақыңды көбірек лайықты жалақы алып отырасың. Осылай біз жаңағыдай мемлекеттік аппаратта тиімді мемлекеттік қызметшілерді қалдырып, институционалдық жадты қалыптастыруға бет бұрып отырмыз. Осы әділетті нәрсе сияқты. Себебі енді бәрі кімде болса, мысалы жалақың көбейгенін қалайды ғой. Жаңағы айтқандай, жалақы көп болу үшін бастық болуың керек. Бастық болу үшін жаңағы ұмтылады адамдар мысалы. Сонда енді бәріне бастық қызмет тауып беру мүмкін емес қой. Сонда да оңды нәрсе екен. Мына енді осы мемлекеттік қызметке кіру бойынша болашақта мысалы қандай жоспарлар бар? Болашақтағы жоспарлар айтатын болсақ, енді жастарға қатысты айтатын болсақ, біз мемлекеттік қызметке ерте кәсіби бағдарлау институтын енгізіп отырмыз. Осы заңымызбен қазіргі таңда оның мағынасы неде? Біз мектеп қабырғасынан бастап осы жалпы мемлекеттік қызметке қызығушылығы бар оқушыларды анықтаймыз. Олармен жаңағындай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, мемлекеттік қызмет туралы айтамыз. Осы арқылы егер де бұл қызығушылықтары әрі қарай қала беретін болса, біз бакалавр деңгейінде оларға арнайы жаңағындай гранттар бөлуді жоспарлап отырмыз. Осыны сіздің айта кетейінші, сөзіңізді бөлейін, кешірім сұраймын. Шынында да, мысалы, маған бір қызық, мемлекеттік қызметке істеуге деген жаңағы ұмтылатын адамдар да бар ғой, жастар болсын, жасөспірімдер болсын. Мысалы, мен
оңайлықпен ұмтылмас едім. Мен үшін мысалы мемлекеттік қызметте істеу деген сен бүкіл өміріңді, қайратыңды мысалы елге арнауың керек. Менің оғым да солай. Бұл сондықтан маған бір үлкен бір жауапты бір мамандық болып көрінеді. Мысалы маған қызық, сондай жастар бар ғой бізде мемлекеттік қызметке келем, елге қызмет едем деген. Жастар бар. Мысал ретінде айта кетейін, бізде қазір қолданыстағы заңнама бойынша бір механизм бар, жаңағындай мен айттым, сырттан алып келу үшін. Дәл осындай механизм жоғары оқу орындарын бітірген жас түлектер бар ғой, грант аясында білімін аяқтап, оқуын аяқтап, жоғары үлгерім алған жас түлектерді біз мемлекеттік қызметке тікелей конкурссыз тағайындай аламыз. Бірақ ауылдық және аудандық деңгейдегі төменгі лауазымдарға. Яғни осы биыл жас бала университетті бітірді, жоғары оқу үлгеріммен жаңағындай GPA көрсеткіші 3,33-тен жоғары болды. Оны біз аламыз, айтамыз, сіз мемлекеттік қызметке келгің келе ме? Иә дейді. Осы аудан немесе ауылдық деңгейге барасың ба? Иә дейді. Онда аламыз да, айтамыз, қай аудан, қай ауыл мысалы ретінде. Ол айтады, мен мысалы мындай ауданға барғым келеді дейді. Сол аудандағы төменгі лауазымға оны аламыз да, тікелей ешқандай жаңағындай тест тапсырмай, конкурстан өткізбей тікелей барып тағайындай аламыз. Осындай тәртіппен бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке, яғни төменгі лауазымдағы ауылдық, аудандық деңгейдегі мемлекеттік қызметке 788 жас маман келді. Қазіргі таңда қызметтерін атқаруда. Олар түрлі салаларда болуы мүмкін. Біреу ауыл әкімдігінде жасайды, біреу аудан әкімдігінің түрлі өздерінің жаңағындай бөлімдері бар, сол бөлімдерінде жасайды. Яғни бұл да бір енді механизм ғой, былай айтқанда, жастарды тарту мақсатында. Байқап отқанымыз, жастардың тарапынан қызығушылық бар. 708 дейтін ол жаман көрсеткіш емес. Енді біз алдағы уақытта, енді мен жаңа басында айтып кеттім ғой, басты талап ол грант аясында білімін аяқтау. Алдағы уақытта біз грант бойынша талапты алып тастағымыз келеді. Яғни ол ақылы түрде немесе жаңағындай грант аясында оқыды ма, оған біз қарамаймыз. Ең бастысы, егер жоғары оқу үлгерімі жоғары болса, онда біз оған да сондай мүмкіндік береміз. Мемлекеттік қызметке конкурс негізде келу үшін. Жаңа мемлекеттік қызмет туралы айтып жатырмыз. Мысалы, мемлекеттік қызметті атқарудың өзі оңай емес. Мысалы, халықпен жұмыс істеу керек. Алдыңызға келіп отырған адаммен кішіпейіл ізетпен құрмет көрсетіп, кішіпейілдікпен сөйлесуіңіз керек, ол кісінің мұқтажын тыңдауыңыз керек, оны шешуіңіз керек. Мысалы, осыны қалай көтеріп жатыр қазір? Мысалы, осы талаптардың бәрі орындалып жатыр ма? Жалпы мемлекеттік қызметтің сапасын көтеру мұратты етіп қойылып отыр ма мысалы? Жалпы енді мемлекеттік қызметте қазір енді кезінде мемлекет басшысы айтты ғой, халық үніне құлақ асатын тұжырымдамасы. Осы тұжырымдама аясында қазір біз кеңінен мемлекеттік аппаратта сервистік және клиентке бағдарлану дейтін қағидаттарды енгізіп отырмыз. Бұл қағидаттар біздің қазіргі таңдағы сенатта жатқан заңымызда да нақты жазылған. Бұл басты талап мемлекеттік қызметшілер қойылатын. Егер де ол орындамаса, бұл жаңағыдай былай айтқанда жауапкершілікпен шектеседі. Енді жалпы қазіргі таңда онымен қоса, енді заңда айттым ғой, заңмен қоса бізде академияда жаңағы біліктілікті арттыру курстары бар. Онда да біз түрлі курстар. Бұл тек жаңағыдай цифрландыру жасанды интеллект емес, сонымен қоса әрбір мемлекеттік қызметшінің ішкі өзіндік қасиеттерін дамыту бойынша курстар бар. Эмпатия бойынша бар. Осы курстар арқылы біз олардың жаңағы сіз айтқан мәселелерін талқылап отырмыз. Жақсы, Нұрсұлтан Берікұлы. Мына барлық дүние айтылған сияқты. Сондықтан уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Мына еліміздегі мемлекеттік қызметтің сапасы арта берсін деген тілекпен сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.